Жүрек күллі әлемге махаббатын, мейірімділік пен жанашырлықтың символы ретінде танылды. Жүректің жұмыс жасау принципі өзге мүшелердікімен салыстырғанда ең қиыны болып табылады. Әрине, ол қанды 100 000 километрге созылған көптеген қан тамырлардың бойымен айдатуға жауапты. Қан тамырлардың барлығы тізбек құратын болса, ондай жерді бір жүрек соғысында 2,5 рет айналып өтуші еді. Шамамен жұдырықтай болатын мықты аталмыш бұлшықетті дене мүшесі әдетте симметриялы түрде салынады. Шынында жүректің сол жақ бөлігінде бұлшықет оң жағына қарағанда біз кейінірек талқылайтын себептерге байланысты көбірек болатындықтан ол симметриялы болып келеді. Жүрек кеуденің сол жағына жақынырақ орналасқан, себебі оның сол жақ бөлігінде бұлшықет саны жоғарырақ. Адам жүрегінің анатомиялық дұрыс сүлбесінде жүрек қалқасы жүректің оң жағы мен сол жағына бөлінеді. Біз жүрекке алдынан қарап тұрғанымыздан сол жақ мұнда, ал оң жақ мұнда болады. Жүректің оң жағы жақтаушы қақпақшалар арқылы оң жақ жүрекше мен оң жақ қарыншаға бөлінген. Жүректің сол жақ бөлігі де жақтаушы қақпақшалар арқылы сол жақ жүрекше мен сол жақ қарыншаға бөлінген. Біз әрбір қуысты, яғни жүрекшелер мен қарыншаларды камералар деп атаймыз. Қан камераларда ұзақ тұрмайды. Оттегіге қанығып, жүрекке оралған қан мұнда ешқашан жүрек соғысының жартысынан артық уақыт тұрмайды. Ол өкпеге қарай қайта оттегіге қанығу үшін айдалады. Оң жақ жүрекше екі ірі веналарға жалғанған. Жоғарғы қуыс вена арқылы дененің жоғарғы бөліктерінен келетін оттегіге қанықпаған қан жүреді. Төменгі қуыс вена арқылы дененің төменгі бөліктерінен келетін оттегіге қанықпаған қан жүреді. Оң жақ қарынша өкпені өкпе артериясы арқылы өкпе өзегінің қақпақшамен байланыстырып, шлюз қызметін атқарады. Сол жақ жүрекше де өкпемен өкпе веналар арқылы тікелей байланысқан. Сол жақ қарынша адам денесіндегі ең үлкен артерия аортаға жалғанған. Сол жақ қарынша мен аорта аорталық қақпақшалар арқылы бөлінген. Аорта өте үлкен. Ол жүректен тармақталып, тіпті бүйрек пен қуыққа дейін жетеді. Жүректің сол жақ бөлігі қанды аортаға қарай айдайтындықтан ол бұлшықетке толы болуы қажет. Аорта оттегіне қаныққан қанды тұтас денеге айдауға жауапты. Сол жақ өкпе де жүректің үлкенірек сол жақ бөлігіне орын қалдыру үшін кішірек болып келеді. Дене мүшелердің барлығы бір-бірімен үйлесе жұмыс жасауы ғажап емес пе? Жүрек 3 бұлшықет қабатынан тұрады. Камералар мен клапандардың ішкі бөлігі эндокард деп аталатын жұқа тегіс бұлшықеттерден тұрады. Жүрек бұлшықетінің үлкен бөлігі оған қоса жұқарақ миокардтан жасалған. Бұның барлығы перикардпен қапталған. Ол жалпы бұлшықет құрылысын қорғайды. Келесі жолы біреу саған жүрегім жараланды деп айтатын болса, оған жүректің құрылысы мен мықты бұлшықеттер қабаты жайлы еске сал. Камералар мен әртүрлі клапандар қан ағысын реттеп, қалпына келтіреді. Жүректің әр алуан бөліктерін еске түсіре аласың ба? Байқап көр. Бейнебаянды тоқтатып, жүректің құрылысын елестетіп көр. Жүректің қалай жұмыс істейтінін білгіңіз келсе, осы видеоны қарап, лайк батырмасын басуға, әрі біздің видеоларды достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, олармен комментарийлерде бөлісіңіз.